мобильді аударымдардың жеке адамдардың арасындағы бір-біріне жіберетін қаражат болады. Бұл туған-туысқан туыс адамдардың әке-шешенің баласына деген туған-туысқандардың бір-біріне деген жіберетін қандай да бір қаражаттары, студенттік балаларға жіберетін тағы сондай. Бұл бір жеке әрбір адамның басында кездесетін бір мобильді аударымдар. Бұл дұрыс нәрсе. Бірақ мынау кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлер бар, адамдар бар. Олар осы мобильді аударымдар арқылы өзінің қызмет көрсету арқылы, немесе тауарлар өткізу арқылы қаражаттар жинақтайды. Біз осыны былтыр заң қабылданған болатын, осы екі аударымды ара-жігін ажыратпақшымыз. Яғни, егер жеке басының аударымдары болса, ол бұл бөлек шот болу керек. Егер де кәсіпкерлікпен айналысатын сол кәсіпкерліктен табатын табыс көзіне арнайы басқа шот ашуды біз осы заңмен қабылдадық.